Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бірге әсем. Біз бүгін екі түрлі өте дәмді, тойымды голубцы тамағын жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Керек заттың құрамын описание бөліміне жазып қалдырып кетемін, сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Көкөністерімізді жақсылап жуып аламыз. Бірінші капустадан бастайтын боламыз. Капустамыздың түп жағын, осылай қатты жерлерін барлығын алып тастайтын боламыз. Қалған көкөністерімді де жақсылап турап алдым. Болгарскийімнің ішіндегі дәнектерінің бәрін тазалап шықтым. Ары қарай енді біз капустамызды ыстық қайнап тұрған суға салып 5 минутқа бұқтырып қайнататын боламыз. Осындай видеодағыдай жасыл болған кезде алып, ыстық күйінше капустамыздың сыртын ашитын боламыз. Ары қарай қатты жерін аламыз. Бұл бізге ораған кезде кедергі келтірмеу үшін осылайынан барлығын алып шығатын боламыз. Ары қарай енді салмасын саламыз. Салмасын салғаннан кейін ортасына қарай ораймыз. Екі шетін қосамыз. Ортаға қарай қайта орап шығатын боламыз. Дәл осы әдіспен барлық капусталарымызды орап шығамыз. Бұл әдіспен сіздер бұны морозильникте сақтасаңыздар да болады. Болгарский перецімізді де дәл осы әдіспен морозильникке қатырсақ болады. Морозильниктен егер алып жатсаңыздар, сол қатқан күйінше пісіре берулеріңізге болады. Капустадан жасалғанымызды біз мантываркіде 45 минутта пісіріп аламыз. Ал болгарскийімізді өз қалауыңызша мантываркіде немесе суға сорпа ретінде қайнатып жасасаңыздар да болады. Салмасына фаршымызды, ұсақтап тоғыралған пиязымызды, күрішімізді дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап езіп алатын боламыз. Барлығын біркелкі араластырып болғаннан кейін барып, салмаларымызға сала беретін боламыз. Жаңа мен капустаға салып қойдым. Енді болгарскийлеріміздің ішіне толтырып салып шығамын. Мен бұны сорпа ретінде қайнатып жасайтын боламын. Голубцыларымыз дайын, енді пісіру ғана қалды. Дәл осылай морозильникте сақтай берсеңіздер болады. Ал енді мен сорпамды жасауға кірісемін. Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін оның үстіне сәбізді және қызанағымызды, чесногымызды салып, барлығын тағы да қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай приправаларыңызды, тұзыңызды саласыз және томатымызды салып 1-2-3 минутта тағы да қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін мөлшеріне қарай суымызды құямыз. Суымыз қайнағанға дейін бетін жауып қалдырамыз. Бетін жауып қалдырғаннан кейін суымыз қайнап шығады. Одан кейін оның үстіне голубцымызды және картопымызды салып 45-50 минутқа дейін қалдыратын боламыз. Өте дәмді тағамдардың бірі. Егер сізге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады, сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған әсем ас болсын.